Оқушылар, сәлематсыңдар ма? Міне, кешегі тақырыптың жалғасы, фигура бетінің жазбасы, бірақ бізде керісінше орындаймыз. Бүгін мынандай бізге фигура береді, соны біз ойымызша соны жазуымыз керек. Енді бүгін біз түрлі түстілерді емес, ақ қара түстері жоқ фигураларды жазбасына қарап көрейік. Мына 6-шы тапсырмаға келетін болсақ, бұлардың жазбасын қалай табамыз? Мына фигураларға мұқият мән береміз. Бізде мынандай кішкентай шаршы бар екен, иә? Шаршы, квадрат. Мына жерде квадрат бар, міне. Иә, бар, осы шеті осының квадраты болады. Бірақ енді мынаның үстіне қарайықшы, мән берейік, үстіндегі түсті, мысалы, мен қызылмен алып былай бояп қояйын. Үлкен төртбұрыш. Және де жанындағы түсте, мысалы, мынау фигурада шамалы үлкендеу болып келген. Мынау сияқты жіңішке емес, мынау сияқты жіңішке емес. Сонда бұл бізде болмайды. Ал мына жерде барлығы бірдей шаршылар. Бұдан бізде куб шығады. Енді мынау ма? Мына жерде бізде мынау жіңішке болып кеткен екен, бізге жіңішке емес, барлық қабырғалары, бір қабырғалары бірдей болып тұр, ортасындағы қабырғалары. Сондықтан біздің жауабымыз әрине өздерің табасыңдар. Келесі сұраққа өтеміз. Келесі сұрақ. Мынандай бізде 3 бұрыш бар екен. 3 бұрыш. Яғни ортасы мына жері 3 бұрыш болу керек бізде. Мына жерде мынау 3 бұрыш бар ма? Ортасы 3 бұрыш емес, мынау болмайды. Бұда тек қана шеті 3 бұрыш. Мынаған келеді ме екен? Қазір көреміз. Әлде мынаған келе ме? Енді ол үшін біз оның шеттерін анықтап алайық. Мынау қандай фигура? Қарап тұрсақ, бұл 4 бұрыш. Сонда 3 бұрыштың жан жағында 4 бұрыштар тұр мынандай. Мынау 1, 2 и мына жағында тағы да біреу тұр. Артқа ішіне қарай майысып, Сонда мынаған келеді ма ол? Астында бізде тағы да жасыл бар. Әлде мынаған келе ма? Мынау бізде жан жағы 3 бұрыш, сондықтан бұл точно болмайды. Біздің мына жердегі 4 бұрышымыз, мына жерде неше болып тұр мынандай 4 бұрышымыз? 1, 2, 3, 4 болып кетіп тұр. Сондықтан бұған да келмейді. Дұрыс жауабын өздерің ойланып қараңдар. Келесі 8-ші есеп. Бізде мынандай бір фигура бар екен, дөңгеленіп келген жері. Қай жақта бар бізде? Мына жерде бар ма сондай? Мынау қисайып кететін сияқты, оған келмейтін сияқты, Мынау ше? Мынау келеді, мынау да келеді. Мынау бізде келмейді, бұны алып тастайық. Енді өздерің ойланып көріңдер, қайсысы болады? Мынау болады ма, әлде мынау болады ма? Келесі бізде 9-шы тапсырма. 9-шы тапсырмада мынандай үйшікті көріп тұрсыңдар. Мынау бізде квадрат, яғни шаршы, барлық қабырғасы тең. Оның үстінде 3 бұрыш тұр. 3 бұрышта нешеу көрініп тұрған? Қараңдар, 4-еу. 4 3 бұрыш болу керек. Мына жерде 4 3 бұрыш бар ма? Бізде 4 3 бұрыш бар. Мына жерде ондай 4 3 бұрыш жоқ. Мынаның 3 бұрышы қатты үлкен сияқты, сәйкес келмеуі мүмкін. Мына жерде де 3 бұрыштар бар, бірақ басқа бетіне келіп тұрса, бұл бір-бірімен, мынау сияқты бір-бірімен жанаспайды. Бұл да болмауы мүмкін. Сондықтан мынау ма, қайсы екенін жақсылап ойланып көріңдер.